Тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдердің ішкі істер министрлері кеңесінің кезекті отырысы өтті. Онлайн кездесуде Әзірбайжан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь, Тәжікстан секілді 10 мемлекеттің ішкі істер министрі мен ТМД аумағындағы ұйымдасқан қылмысқа және қылмыстың өзге де қауіпті түрлеріне қарсы күресті үйлестіру бюросы өкілі қатысты. Кеңесте Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев ТМД аумағында баршаға ортақ өзекті мәселені көтерді. Бұл көлік ұрлығының жолын кесуде ынтымақтастықты күшейту. Ол үшін әр елдегі ішкі істер министрліктерінің деректеме мәліметтерімен алмасудың күшейту. Для этого прежде всего необходимо нам урегулировать алгоритм информационного обмена при их обнаружении на территории другого государства. Данная мера также предусмотрена межправительственным протоколом о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в борьбе с хищением автотранспорта и обеспечении их возврата. COVID-19 пандемиясы басталғалы ТМД аумағына кіретін елдерде ақпараттық технологиялар арқылы жасалатын қылмыс көбейген. Интернет алаяқтық, өзгенің есепшотынан ақша ұрлау, есірткі бизнесі де әлеуметтік желі арқылы өршіп тұр. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі көтерген мәселенің әріптестері де құптады. С 2018 года действует межгосударственное соглашение о взаимодействии в борьбе с преступлением в сфере информационных технологий. Вместе с тем следует отметить, что механизм практического взаимодействия между нашими ведомствами в данной сфере недостаточно урегулирован. Исполнение запросов не обеспечит оперативность при пресечении и раскрытии указанных преступлений, поскольку занимает длительное время. Учитывая заинтересованность наших ведомств, противодействие преступлениям, не имеющих границ, назрела необходимость выработки согласованных подходов в решении данного вопроса. Министерство внутренних дел Республики Казахстан выражает готовность обобщить позиции МВД стран СНГ о конкретных мерах и формах сотрудничества в данной сфере и подготовить соответствующие предложения. Қазақстанның ішкі істер министрлігі тарапынан қылмысқа қарсы күрес мәселесі бойынша ТМД мемлекет аралық бағдарламалары тиімді орындалатыны айтылды. Сондай-ақ Ерлан Тұрғынбаев әріптестеріне іздеу жұмыстары, заңсыз көші-қон, экстремизм мен терроризмге қарсы күрес, есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылда белсенді ынтымақтастық пен әріптестікті нығайтуды ұсынды.